5-тен 6-ға шығып жатыр екен. Породасы сласка, бойы 1,70, бата көкпарға қатысып жүр дейді. Көкпарға жаңадан үйретіп жатыр екен. Алдыңғы ат дейді. Үйірге түспеген, Шұбарсу елді мекенінде тұр. Бағасы 5 миллион теңге деп тұр, саудасы бар. Байланыс телефоны 8702 377 7900. Ұнаған болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салуларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмайды. Неге десе бабаларымыз жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде жын жоламайды. Сосын аттың басын ұрғанмайды. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етан жерде тұрсаңыздар, қайыр осыда бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Алпыс жастан бастап. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.